Көй күшті тауды тасты бұзатығын, орнына өз өрнегін сызатығын, талқандап тас кереңді үн оятып, дүкені дүниенің қызатығын деп Ілияс жан сүгіріп суреттегендей, құдіретті күй өнерінің бүгінгі ізбасарлары жетерлік. Қасиетін сезініп, қадірін біліп, қастерлеп жүрген жас күйші өнерпаз Таңат Сәденов бүгінгі Інжу маржан бағдарламасының қонағы. Хабарымызға қош келдің. Қош көрдік, рахмет. Өзің жассың, әдемісің, бірақ дегенмен домбыраны өзіңе серік еттің. Бұған себеп не? Бұған енді менің жалпы туып өскен жерім батыс аймағы Атырау облысы, оның ішінде Құлсары ауылы. Жалпы бұл жақта күй өнеріне деген қызығушылық өте мол. Және де өзім кішкентайымнан сол күй өнеріне қызығушылығым жоғары болды. 5 жасымнан сол әжем домбыра үйірмесіне қатыстырып, алғашқы ұстазым Ақтөбедегі Сағын Мұхаммед Қалжанұлы болатын. Сол кісіден сабақ алып, алғаш рет сол 5 жасымда домбыра өнерін бастап кеттім. Содан кейін мына Алматыдағы Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған музыка мектеп-интернатында қазіргі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Айтжан Тоқтаған деген кісінің әйелі Ұлтарапова Гүлпиязат деген апайымыздан сабақ алдым. Одан кейін бір кездері Ақтөбе қаласына барып, қазіргі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қазанғап мектебінің жалғастырушысы Жайлау Асылханов деген ағамыздан сабақ алған болатынмын. Қазіргі кезде консерваторияда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Карима Шақырбаева Сүндетқызында сабақ аламын. Ұстазға байсың. Иә, ұстазға баймыз. Керемет. Қазіргі таңда жалпы күй өнерін бірнеше мектептерге бөліп қарастырып жүрміз. Солай ғой. Сол мектептердің әрқайсының өзінің ерекшелігі бар. Орындау әдіс тәсілдері бар. Өзіңнің әдіс тәсілің қандай? Енді күйшілік өнер жалпы өздеріңіз білетіндей төкпе күй, шертпе күй болып бөліп жатады. Енді біз кәсіби жолда жүргеннен кейін, кәсіби білім алып жатқаннан кейін консерваторияда біз шертпе күй, төкпе күй деп бөліп жармай, жалпы конкурстарда, емтихандарда екі мектепте де орындаймыз. Енді өзім енді батыс жерінен болғаннан кейін, Құлсары ауылынан болғаннан кейін, нағашыларым, нағашы аталарым Маңғыстау жерінен болғаннан кейін, одан есейе келе Ақтөбе жерінде тұрғаннан кейін, батыстың қай аймағының күйлері маған жаныма жақын болып келеді. Сол себептен көбінесе мен төкпе күйлерді орындаймын. Олай болса, күйдің басын ауылдың күйінен бастасақ деп отырмын. Өз заманында аты шулы көрнекті күйшілердің бірі Абыл болған. Енді Маңғыстау жері түрікмен жерімен шекаралас болғаннан кейін, екі елдің арасында қақтығыстар болып тұрған. Абыл сол бірде түрікмендердің қолына түсіп, байлауда болған кезде түрікмендер Абылды байлап, басын кесіп, өлім жазасына жібереміз деген шешім қабылдайды. Сол кезде Абыл домбыра сұратып, түрікмендер оған бір дотар әкеліп береді. Сол дотарымен бір күй орындайды. Және де сол жерде түрікмендер Абылдан мына Маңғыстау жерінде Абыл деген күйші бар екен, сол күйшінің бір күйін білсең ойна деп айтады екен. Сол кезде Абыл, осы Абыл күйін ойнап болғаннан кейін, мына Абылдың өзі мен боламын деп айтады. Сол кезде түрікмендер Абылды босатып жібереді. Бірақ артыңнан оқ бойы ұзағаннан кейін артыңнан қуғыншы жібереміз дейді. Егер ұсталсаң, басыңызды кесеміз дейді. Бірақ Абыл қашып құтылады. Сол еліне барғаннан кейін, жеріне барғаннан кейін, сол түрікмендердің қолынан көрген бүкіл зорлық зомбылығын осы күйге сыйғызғандай болып елестейді. Олай болса, Абылдың күйі Абылдың тартып берейін.
Бәрекелді Таңат. Мына күйді тыңдап отырып, Абыл мына домбыраның бойында қаншама перне болса, сол перненің бірінде қалыс қалдырмаған сияқты. Иә, сондай әсер қалдырады. Қазақ күйлері өзінің құрылыс тәсіліне, орындаушылық дәстүріне, қағыс түріне қарай төкпе, шертпе деп екі стильдік мектепке бөлінеді. Біріншісі екпінді қарқынды симфониялық сипатта шығарылатын күйлер болса, екіншісі терең философиялық ой сырға толы шертпе күйлер. Ақсөйлеу Сейдімбек күй шежіре монографиясында күй үйлерін 7 мектепке бөліп топтайды. Алтай, Арқа, Жетісу, Қаратау, Жиделі Байсын, Орда және Түбек күйшілік аймақтары. Енді мына батыс өңіріндегі төкпе күй дәстүрі деп жатырмыз ғой, енді сол төкпе күй дәстүр деген уақытта аузымызға Құрманғазыны аламыз. Құрманғазының әсіресе мына Ақбай дейтін күйі, бұл өте бір тарихи тағдырлы күйлердің бірі. Олай болса, сол күйге де кезек беріп отырсақ. Жалпы Құрманғазының күйі мына ерлік, батырлық тақырыбында болатын болса, мына Ақбай деген күй Құрманғазының әкесі Сағырбай, Ақбай деген байдың қойын баққан, көп жылдар бойы еңбек ақысын ала алмаған. Соны естіген Құрманғазы мына Ақбайдың баласы Әбубәкірден өшін алғысы келеді. Сол кезде Әбубәкірге барған кезде Әбубәкір оны сырттай білу керек. Құрманғазыны жылы қарсы алмайды. Сол кезде Әбубәкірдің сабырмандары Құрманғазыны қолға түсіреміз деп жан-жағынан жармасқан кезде Құрманғазы Әбубәкірге еркек болсаң, ер болсаң жеке шық, мына иттеріңді маған жолатпа деп айтқан кезде Әбубәкір бәйбішесінің артына тығылып қорыққаннан шықпайды. Одан кейін Құрманғазы сол Әбубәкірдің сұратын алып қашады. Одан кейін Құрманғазы сол түрмеге отырады. Түрмеден келгеннен кейін сол жаңағы Әбубәкірден, Ақбайдан көрген зорлық зомбылықтарын мына осы күйге салады. Және бұл күйде өзінің сол кісілерге арнаған бір ыза, бір кек суреттеледі. Сол кезде сол еліне келіп ойнаған кезінде Құрманғазының анасы, жалпы жиналған қауым осы күйді ойнаған кезде мына күйдің атын Әбубәкірдің әкесі Ақбайдың атымен қойып, бүкіл қауым естісін, олардың жауыздықтарын, қандай адам екен болғанын естісін деп, сол Ақбай деген ат солай қалыптасып кеткен. Олай болса, сол күйді тыңдайық.
Бәрекелді, көп рахмет. Шын мәнінде мына күйде Құрманғазы өзінің ашуын домбырадан, өшін күйден алғандай. Бұл Гиннес кітабына енген ең кішкентай домбыра. Оны шебер Болатбек Кәрімханұлы жасаған. Ұзындығы 4 см 5 мм. Ені бар болғаны 1 см 4 мм. Қос ішекті аспапты иінемен шертіп ойнауға болады. Шамамен 1 ай уақытта дүниеге келген бұйым ағаштан ойылып жасалған, және құлақтары, ішектері тіпті сыртқы қабы да бар. Құрманғазы бабамыз төкпе күйдің тарланы болатын болса, төкпе күйдің де, шертпе күйдің де керемет үлгілерін бізге қалдырып мұра еткен бұл сүгір. Өзіңнің қоржыныңда сүгірдің қандай күйлері бар? Сүгірдің жалпы көптеген күйлері бар. Бізге жеткен мына наз қоңыр, шалқыма секілді, ыңғай төк секілді. Соның ішінде бір өзіме жүрегіме жақын қобыз сарыны күйі. Ол кішкентайынан ықылас дүкенұлының қасында жүріп, оның қобызын тыңдаған. Сол қобыз сарыны күйінде сол қобыздың сарынын домбыраға ыңғайластырған. Дұрыс айтасың, сүгірдің күйлерінің басты ерекшелігі мына қобыз сарыны, яғни ықыластың күйлерін домбыраға түсіргендігінде. Олай болса, сондай бір күйлеріне тыңдап отырсақ.
дәулескер күйші, жазушы, өнертанушы Таласбек Әсемқұловтың мынау өз қолымен жасаған домбырасы. Бұл аспаптың өзге домбыраларға ұқсамайтын ерекшелігі бар. Байқасаңыздар, домбыраның алдыңғы бет қақпағы шанақ жағынан бастап ойылып, бітеу күйінде шығарылып, бет қақпақтың орнына жабылатын тақтайша шанақ жағынан жабылған. Яғни Таласбек күйші қазақы дыбыс іздеу жолында қалақ домбыралар жасаған. Өз заманында жезтаңдай әншілер Жәнібек Кәрменов, Мәдениет Ешекеевтер Таласбек Әсемқұловтың осындай домбыраларын ұнатып ұстаған екен. Бүгінде бұл жәдігер Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптары мұражайында тұр. Күйшілік өнеріміздегі ұлы композиторлардың күйлерін орындап отырсың, оның ішінде Абылдың, Құрманғазының, Сүгірдің, енді бұлардың барлығының атын атаған уақытта Дәулеткерейдің атын атап кету мүмкін емес. Дәулеткерейдің де талай күйлері бізге жетті. Әсіресе сол өзіңнің ұстазың Кәрима Сүндетқызы Сахарбаева апайымыздың осы күйлерді кеңінен зерттеп, қазіргі таңда өзінің шәкірттеріне де үйретіп келе жатыр. Солай ғой? Олай болса, Дәулеткерейге де тоқталсақ. Дәулеткерей күйші енді мына Құрманғазы бабамыз жаңа айтып өткендей ерлік тақырыбында күйлер шығарса, Дәулеткерей лирикалық тақырыптарда күй шығарған. Оны Ахмет Жұбан төре күйші деп атап кеткен. Оның себебі оның ата-бабалары хандықта болған, хандықта билікте болған. Бірақ Дәулеткерей сол хандық биліктен бас тартып, мына күй шығармашылығына көңіл бөлген. Көптеген күйлер шығарған, соның бірі мына Көркем ханым күйі. Олай болса сол күйді тыңдайық.
дәулеткерейдің кеңес күйі бір уақытта ең көп адам ойнаған күй саналады. Нақтылай түссек, 10.450 домбырашы бірігіп ашық аспан астында кеңесті күмбірлетті. Бұл рекорд 2010 жылы орнады. Қытайдың Толы ауданының қазақтары 2 жыл дайындықтан кейін дәулескер күйші Дәулеткерейдің күйін Гиннестің рекордтар кітабына енгізді. Әрбір қоғам ауысқан сайын тарих өте келе, өнерпазда, күйші да өзгеріп сала береді. Оның орындаушылығы деген сияқты. Сол сияқты бүгінгінде осы күйшілік өнерімізді әрі қарай жалғастырған күйші композиторларымыз бар. Солай ғой. Оны біз егер айтар болатын болсақ, мысалға Мағауия Хамзиннің қаншама өзінің шығарған күйлері бізге жетті. Төлеген Момбековтың, яғни ұлы күйшілерден кейінгі жалғастығын жасай білген. Онан кейін кеше өткен Қаршыға ағамыз Ахмедияровтың қаншама күйлері. Бүгінгіндегі мысалға Қуаныш Жұмағалиев сияқты жас күйші композиторларымыз бар. Құдайға шүкір дейміз. Елбасымыздың биыл жастар жыл деп жариялағаны белгілі. Шын мәнінде елбасы айтты, мен жастарға сенемін деп. Шын мәнінде сіздер бүгінгі мына қасиетті домбырамыздың, құдіретті күй өнеріміздің болашағы өздеріңізсіздер. Өздерің тұрған уақытта біздің күйіміз мәңгілік. Олай болса, өзіңе келешекте, болашақта шығармашылық мол табыстар тілеймін. Рахмет. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған жас күйші өнерпаз Таңат Сәденов. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман болайық.